Подкасттың бүгінгі қонағы Гүлтас Құрманбай, қазақ тілі маманы, абайтанушы, президенттікке үміткерлерден қазақ тілі бойынша басты емтихан алушы, педагогика ғылымдарының докторы және профессор. Бүгін біз сізбен біздің қазақ тіліне байланысты қызықтырған сұрақтарымызды қойғымыз келеді. Жақсы. Сіздің профессор және қазақ тілі маманы ретінде ойыңыз бен тәжірибеңізді бөліскеніңізді қалаймыз. Жақсы. Жақсы. Ал енді бірінші сұрақ. Қазіргі таңда статистикаға сүйенсек, жалпы ашық НКА порталының статистикасы бойынша ұлттық халық санағының қорытындысы бойынша 5 жастағы және одан жоғары жастағы халық 14 миллионға жуық адам, ол 80%. Мемлекеттік тілді меңгерген. Ал оның ішінде күнделікті өмірде қолданатыны тек 50% ғана екен. Және бұл көрсеткіш халықтың басым бөлігінің қазақ тілін ауызша түсінетінін және еркін оқитынын көрсетеді. Және сіздің ойыңызша осы көрсетілген цифрлар біздің университетке келеді ме? Біздің университетте дәл сондай жағдай ма? Енді бұл мәліметті сіздер арнайы құжаттан алып отырсыздар ғой. Сондықтан бірақ мен өз басым дәл осының нақты рас екеніне күмән келтіретін сияқтымын. Өйткені көріп жүрген ортадан тіптен әрине қазір қазақ мектептері көп, қазақ балабақшалары көп. Солай деп тұрсақ та, сол балалардың көпшілігі шынын айтқанда орыс тілінде сөйлейді. Ал енді біздің университетке келетін болсақ, әрине жаңағы 50% дегеніңіз расқа келуі мүмкін. Себебі біздің Назарбаев университетінің студенттері жалпы мектепте жақсы оқыған балалар. Олар жақсы оқығанда бір сабақты жақсы оқып, екінші сабақты нашар оқи алмайды олар. Өйткені олардың болашағына керек болғаннан кейін олар сол тілдерді де меңгеруде және сол тілде сөйлеуде ынталы болады. Сондықтан біздің Назарбаев университетінде балалардың қазақша сөйлеуі салыстырмалы түрде жақсы деп ойлаймын. Мен де сізбен келісемін, себебі өзімнің тәжірибемнен көріп жүрмін. Назарбаев университетінде оқушылардың басым бөлігі Назарбаев зияткерлік мектебі және қазақ-түрік лицейінен келген балалар болып табылады. Және физика-математика мектебінен келген балалар. Сол балалардың ішінен өзім байқағаным, қазақ-түрік лицейінен келген балалар өте қазақ тілге жақынырақ болып табылады. Себебі олар күнделікті өмірде мен достарымның көбісі сол КТЛ дейді ғой, қазақ-түрік лицейін. КТЛ-ден келген балалар қазақ тілінде еркін сөйлейді және сөздік қорының басым бөлігі қазақша байқадым. Дұрыс айтасың, жалпы қазақ-түрік лицейі оның енді тағдыры, тарихы бір тәуелсіздік алғанымыздан бері келе жатыр ғой. Біздің тәуелсіз мемлекетіміздегі білім жүйесіне үлкен реформа жасаған ол қазақ-түрік лицейлері, оны мойындауымыз керек. Және ол жерде ұлттық құндылықтарға мән беріледі. Және ол ұлттық құндылықтармен бірге мәдениетпен бірге тәрбиеде жүреді. Сондықтан да бүгінгі күнге дейін қазақ-түрік лицейлерінің білім сапасы да, балалардың тәрбиесі де, имандылығы да күшті деп мен айта аламын. Ал өкінішке орай Назарбаев зияткерлік мектептеріне барлығына мен әлгі қарайгүйе жақын келмейді. Себебі онда да жақсы, талантты, оқуға ынталы балалар оқыды, бірақ ондағы басымдылық жаңағы жеке тұлға ретінде жаңағы баланың өзіндік индивидуалдық дейміз ғой, өзіндік жеке басына басымдылық беріледі, ал ұлттық құндылықтарға
көп басымдылық берілмейді. Сол себепті де Назарбаев зияткерлік мектебін бітіріп келген балалар әрине жақсы оқиды бізде, өздері ұстай алады, көрсете алады, жұрттың алдында сөйлей алады, презентация жасай алады, сондай басымдылық ерекшеліктері бар, бірақ дегенмен тәрбие жағынан төмен деп ойлаймын. Енді мен де сізбен келісемін. Келесі тақырыпқа келсек, қалай ойлайсыз? Неліктен жастар күнделікті өмірде орысша қолданады? Көп жастардың қазіргі сөйлейтін сөздерінің басым бөлігі қазақша емес, орысшаға ауған. Ол енді бір күндік, не 10 жылдық, 20 жылдық дәстүр емес. Бұл біздің Совет үкіметі кезінен бойымызға сіңген өте қатты тоқырауға ұшыраған біздің тіліміз, біздің мәдениетіміз, біздің салт дәстүріміз болды. Мен мысал үшін айтар едім, салыстырмалы түрде, мысал үшін Үндістан, Индия, ол да біз сияқты отар мемлекет болды. Көп жылдар Ұлыбританияның отары болды. Енді бізден алдында тәуелсіздігін алды. Бірақ солар дәл біз сияқты тоқырауға ұшыраған жоқ. Мен бір еңбегінен оқыдым. Ашок деген, сол осы Қазақстандағы Индияның елшісінің сөзінен оқыдым. Сонда олар айтады, біздің ұлттық ділімізді сақтап қалуымызға бір себебі бар дейді. Ол былай дейді. Ол мысалы үшін біз ағылшын тілін, енді отарлаушы елдің тілі ғой, ағылшын тілін Европаға ашылған терезе деп білдік дейді. Сол ағылшын тілінде жақсы білім алып, ағылшын тілінде бүкіл әлгі отарлыққа қарсы көзқарасымызды жазып, сөйтіп біз өзіміздің қарсылығымызды сол өзінің тілі арқылы әлемге жайдық дейді. Енді өкінішке орай бізді Ресейдің отары болдықта, біздің олай жазылған дүниелерімізді Ресей орысша жаза алмадық ол кезде, орысша шығара алмадық. Және әлем, Ресейден басқа әлем орыс тілінде сөйлемейді. Ал Индияға көмек болған дүние, үндістерге көмек болған дүние, бүкіл Европаңыз бар, бүкіл Америкаңыз бар, барлық ағылшын тілінде сөйлейді. Сондықтан 1912 жылы Үндістанның ұлы ақыны Тагордың керемет өлеңдері шығады. Сол өлеңдерін бүкіл үнді халқы, ол бенгал тілінде жазылады, бүкіл үнді халқы оны жырлайды. Ол гимнге айналады. Бірақ сол соншама халықтың, енді өздеріңіз жақсы білесіздер, Үндістанда халықта көп қой. Олардың жаңағы сонша махаббатын жеткізу үшін оны бір жылда тездетіп ағылшын тіліне аударып жібереді. Ағылшын тіліне аударғаннан кейін бүкіл әлем Тагордың жаңағы өлеңдерін оқып, үнді халқының арманы не екенін, олардың тәуелсіздікке деген арманын, отаршылдыққа деген қарсы жаңағы пікірін білгеннен кейін 1913 жылы осы Азия елдерінің ішінде бірінші рет Үндістанның ақыны Тагор Нобель сыйлығын алады. Керемет қой. Міне сол Тагордың өлеңі осы күнге дейін Үндістанның гимні болып жатыр. Ал бірақ өкінішке орай біздің жағдайымыз өте ауыр болды. Өте ауыр болды. Өйткені Ресей отаршылдығы Октябрь революциясына дейін де, одан кейін де біздің халықтың тілін алды, ділін алды, менталитетін, мінезін және дінін алды, салт дәстүрімізді алды. Сөйтіп бізді шынын айтқанда өте қайғылы жағдайға алып келді. Сондықтан қазіргі жастардың орысша сөйлеуі, ол оның ата-анасының орысша сөйлеуінен, оның ата-әжесінің орысша сөйлеуінен, міне 3 ұрпақ, 4 ұрпақта орысша кетті. Көрдіңіз ба? Сондықтан олар күнделікті өмірдегі тіршіліктерінде орысша сөйлейді.
соны оларға орысша жеңіл болады. Енді оны бәрін сол Ресей отаршылдығы деп одан бері де ойлап отырған шығарсың. Апай тәуелсіздік алғанымызға да пәленше жыл болды ғой. Неге не қылмай жатыр? Ол бір жағы балам жаңағы құлдық психология, бодандық неге құлдық психология басымызға сіңіп кеткенде, екінші жағынан бір қақпалардан шыға алмай қалдық біз. Қақпалар өте көп. Мысалы үшін орысша емін еркін сіздің мультфильм бола ма, кино бола ма, мынау бүкіл контенттердің бәрі керемет. Содан ол жеңіл. Егер студенттер іздесе, жаңағы оқушыларды егер өзіне керекті дерек көзді іздесе, орысшадан көп тауып алады. Ал қазақша таппайды. Тапқан күннің өзінде бір әлігі тоймайды оған, жетімсіз. Сондықтан да орыс тілі оңай болып жатыр. Және үйінде қазақша сөйлеп жатса да, ата-анасы қазақша сөйлеп жатса да, ортаға барғанда, мектепке барғанда, университетке барғанда, балалар көшеде жүргенде орысша сөйлеп кетеді. Шын мәнінде толықтай келісемін. Келесі тақырыпқа өтсек, қалай ойлайсыз? Орысша сөйлейтін қазақтардың немесе былай айтқанда шала қазақтары деп айтып жатамыз. Қалай ойлайсыз? Қазақша шала сөйлеп жүргенше толықтай сөйлемеген артық деп ойлайсыз ба, әлде шала сөйлей берген дұрыс па? Жоқ. Сөйлей берсін. Шала сөйлесе де. Шала сөйледің деп қазір онсыз да үйренгісі келетін, сөйлегісі келетін адамдар қысылады өзінің шала несінен. Сондықтан оларда комплекс болады. Ол комплексті жою үшін орта оған көмектесу керек. Жоқ, сен тамаша жеткізіп тұрсың ойыңды, өте жақсы сөйлеп тұрсың, неге қысыласың, сен керемет, сен бұрынғыдан да жақсы сөйлеп қалыпсың деп, оны жаңағы қызығушылығын арттырып, оған көмектесу керек. Ол сөйлегенше сөйлемей ақ қойсын деген нәрсені айтпаңдар. Дұрыс, келісеміз. Келесі, тіл ұлттың жаны, алтын діңгегі деседі. Егер қазақ тілі ұмытылып кетсе, қазақ ұлт ретінде өзінің деңгейін сақтай алады ма? Қалай ойлайсыз? Әрине, Алаштың арысы Ахмет Байтұрсынов айтқан, егер тіл жойылса, ұлт та жойылады деп. Дағыстан дегенді білесіңдер ме, мына Кавказ халқы? Дағыстанның ұлы ақыны Совет үкіметі кезінде Расул Ғамзатұлы деген ақын болған. Ғажап ақын. Сол Расулдың керемет ана тілі деген өлеңі бар. Сол ана тілі деген өлеңінде ол айтады, егер менің тілім бүгін өлетін болса дейді, ертең өледі десе, мен бүгін өлуге дайынмын дейді. Естімейін дейді оның тілім. Менің ана тілім дейді. Ол шіркін менің ана тілім дейді. Ол менің жарық жұлдызым сияқты. Ол менің аспандағы күнім сияқты. Ол мені адастырмай, қолымнан жетектеп әлемге шығарды. Мен сол авар тілінің арқасында өзімнің елімді, өзімнің жерімді жырлап жүрмін дейді. Сондай енді керемет сөзі бар. Барлығы бір тілде сөйлеу керек деген тұжырымға мен қарсымын дейді. Адамдардың бәрін бір түсті қылып киіндіріп қойса, қандай қорқынышты дейді. Әр адам өзінің ұлттық киіммен, ұлттық дәстүрімен жүрсе, өз тілінде сөйлесе, сонда ғана керемет емес пе дейді. Сондықтан айналайындар, егер қазақ тілі, шынымен мен де солай айтылам, егер қазақ тілі болашақта өлетін болса, онда бүгінгі біздің тәуелсіздігіміздің де, бүгінгі елдігіміздің де еш нәрсеге қажеті болмайды. Егер біз ең мынау кімнің Мағжанның өлеңі бар еді ғой, қазақ тілі деген өлеңі бар. Сол 20 ғасырдың басында жазған, күш кеміді, айбынды туқылады,
кеше батыр, бүгін қорқақ бұғады, ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде қан суынған, жүрек солғын соғады. Бұл 20 ғасырдың басындағы қазақтың трагедиялық жағдайы, балаларым. Трагедиялық жағдайы. Соның ішінде бір ғана дүние қалды дейді, асыл дүние. Ол қазақ тілі дейді. Жарық көрмей жатсаң дозақ, кен тілім дейді. Кен деген, кен байлық қой. Кен тілім, таза, терең, өткір, күшті, кен тілім. Тарап кеткен балаларыңды бауырыңа ақ қолыңмен тарта аласың, сен тілім дейді. Біз тарап кетті деп отырған жалғыз қазақты айтып отырған жоқ, балам. Бүкіл түркі жұрты, түркі халқы, оның ішінде ноғайы бар, татар бар, өзбек бар, түркмен бар, жаңағы якуттар бар, басқа, солардың бәріне ортақ тіл түркі тілі ғой. Соны бауырыңа сен ғана тарталасың дейді. Біз бір-бірімізді түсінеміз. Әзірбайжан болсын, түрік болсын, өзбек болсын, қырғыз болсын, бір қан, бір атаның баласымыз. Сондықтан да біз енді қазақ тілін күшейту арқылы ғана, қазақ тілін модерн тіл етіп, қазақ тілін керемет бренд жасау арқылы біз сол жоғалтып алған, алысқа кеткен бауырларымызды өзімізге тарталамыз. Ол балаларым бір болатын. Біз бәріміз, түркі деген дұрыс емес, біз бәріміз түрік жұртымыз. Түркі деп жасанды мынау Ресей отаршылдығының, Ресей саясатының дүниесі балам. Анау Анадолудағы, қазіргі Түркиядағы түріктерді түрік деді де, одан қалғандардың бәріне жаңағы таратып әртүрлі атауларды беріп тастады. Тіпті біздің қазаққа шабуыл жасап, біздің қазақтың ішіне казактарды алып келді. Ол ешқандай қазақ деген мемлекет болған жоқ, ол казактардың мемлекеті деп жаңағы сондай жасады. Сондықтан алтындарым, қазақ тілінің болашағы болу керек. Толықтай келісемін. Енді қазақ тілінің мәртебесін көтеру мәселесі қазіргі кезде өте өзекті. Және қоғам ретінде, қазақ ұлты ретінде осы мәселені шешуде үлес қосуға қандай әрекет етуіміз қажет? Мысалға біз жеке тұлға ретінде әркім қандай әрекет жасай алады сіздің ойыңызша? Ең бірінші, әрине, әркімге байланысты, әр адамға байланысты. Екіншіден, балам, барлық жерде тілдің жанашырлары болу керек. Ол үлкен мәртебелі үкіметтің басындағылар, жаңағы министрлер, үкіметтер тілге жаны ашитын адам болу керек. Егер олар қазақша сөйлеп, олар тілді құрметтеп жататын болса, бүкіл төмендегі әлгі сатыдағы адамдардың бәрі қазақша сөйлеп кетеді. Бәрі, бірақ кілті оған басымдылық беру керек. Қазақша тілі сөйлегенге мәртебесін көтеру үшін оған құрметпен қарау керек. Оларға бонус беру керек. Бонусты студенттер сіздер жақсы көресіздер ғой. Сол сияқты бонус беру керек оларға. Сіз қазақ тілін өте жақсы біліп тұрсыз. Қызметке қазақ тілін жақсы білетін адамдарды алу керек. Оқуға түсетінде қазақ тілін жақсы білетін адамдарды алу керек. Мейлі ол 100 жерден халықаралық университет бола берсін. Биыл көп университеттер ашылып жатыр ғой. Соның бәріне сол елдің тілін ғана емес, бірінші қазақ тілін кіргізу керек. Сонда Назарбаев университетіне түсетін бала ағылшын тілімен қатар қазақ тілінде жетік білетін болса, ол ағылшын тілінде жақсы біледі. Ол өзінің елінің патриотта болады. Ол жақсы бізге қажетті маман болар еді. Сізбен толықтай келісемін бұл ойыңыз жайлы. Ал енді келесі менің сізге қойғым келетін сұрағым, ғаламдық ықпалы артып келе жатқан әлемде қазақ тілінің болашағы қандай? Оның мұрасын сақтау үшін қандай қадамдар жасау керек?
Енді бұл сұрақты біз талқылаған сияқтымыз, сіздің айтқаныңыз. Жоқ, талқылаған сияқты болғанда айтып кетуге болады жаным. Ғаламдану, мынау жаһандану деген дүние әлемді алып бара жатыр. Глобализация дейміз ғой. Олардың бүкіл арманы адамдардың бәрі аз тілде сөйлеу. Яғни бәрі ағылшынша сөйлеу, одан қалса французша сөйлеу, одан қалса қытайша сөйлеу, аз тілде. Қалған тілдердің бәрі жұтылып кетеді деп неге. Оған жаңа өзің айтқандай әрқайсымыз үлес қосуымыз керек. Әрқайсымыз, мысал үшін, мен қолымда тұрған не бар демеу керек. Әрқайсының қолынан келе ма? Қазақ тілінің контентін керемет. Қазақ тілінің мынау әлеуметтік желіде тиктогыңыз бар ма? Инстаграмыңыз бар ма? Фейсбугыңыз бар ма? Жаңағы Жәкеңнің аты кім еді? Сендерді әлі чат-GPT-ңіз бар ма? Басқалардың бар ма? Солардың бәрін тренд жасау керек, және ол ондағы мәтін, ондағы бейнелер, адам қызғатындай болу керек. Ол үшін әрине абай айтады, елге тіліңді алғызамын десең, сен билік қолыңда болу керек. Не болмаса көп ақшаң болу керек дейді. Ал билік қолында барлар оны жасасын, бірақ біздің әрқайсымыз, мысал үшін сіздер интеллектуал тұлғасыздар. Интеллектуал тұлға. Яғни жан жақта ағылшын тілін білесіз, тағы басқа тілдерді білесіз, басқаны білесіз. Сіз жаныңыз ашып, сонау шет тілдердегі контентті әдемі қылып өзімізге салу. Ол плагиат емес. Өмірдің бәрі көруден, көшіруден, үйренуден тұрады. Сондықтан да мықты аудио, видео материалдарды, кітаптарды, ең бір комикс материалдарын, челлендж, мысал үшін, неге сіздер жасамайсыздар? Аптасына бір күн, бүгін біз тек қазақша сөйлейміз деген челлендж ашамызшы. Бұрын болатын, осы Назарбаев университетін ең алғаш ашқан кезде, мен ашылған кезден бастап жұмыс істеймін осы университетте. Бірінші күннен. 15 жыл болды биыл. Көрдіңіз ба? Сонда біз бір күн қазақша сөйлейтіміз, бір күн ұлттық киімде киінетіміз жұма күні. Көрдіңіз ба? Қазір сол жоқ. Яғни сондай челленджер. Абайдың 180 жылдығы. Абай өлеңдерінен, мен мысал үшін бір шумағын айтсам, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар. Еңбегің мен ақылың екі жақтап дегенде, екінші шумағын екінші бала, үшінші шумағын үшінші. Яғни бұл деген қазақ тілінің мәңгілік екенін, қазақ тілінің өлмейтіндігін, қазақ тілінің болашағы бар екенін көрсететін әрекеттер болар еді. Толықтай келісемін, өте жақсы ойлар. Енді қазақ тілінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуын қамтамасыз ету үшін технология мен дәстүрлі тәжірибелердің қалай үйлестіруге болады? Сіз жаңағы айтқандай, қазір жасанды интеллекті мен сол басқа да технологияларды қосу арқылы біз қалай қазақ тілінің ұмытылмай трендте болуын қамтамасыз ете аламыз? Ой, тамаша сұрақ. Дәл осыны, технологияны, техниканы біз қазақ тілін дамытуға жұмсауымыз керек. Қолдануымыз керек. Яғни сол жаңағы біздің салт дәстүрді қазір ой деп жастар қабылдамайды. Соны заманауи түрде беташар жасаса, қазіргі өмірге әлгі бұрынғы беташарда мысал үшін қаптың аузы ашық деп құртырлама келіншек, өзің жатып еріңді тұртырлама келіншек дегендер мәтіндер бар контентінде. Ондай емес. Қазіргі заманға лайықты беташар болса, бұл беташар деген сенің ата бабаңнан келе жатқан әдемі дәстүр екен айта келіп, сен қатарыңнан қалма, қатарыңның алды бол. Ер азаматыңның абыройын ойласаң, сен қонағыңды жақсы күт, ер азаматыңды сыйла. Ер азаматың сондай келіншек болсаң, ер азаматың да сені жақсы көреді. Ері сыйлаған әйел есікте отырмайды деген сияқты әдемі. Мысал үшін, тұсаукесер дейді, қарамайды да жастар. Үлкендер кесіп жатады, ол не үшін?
Ол оны әдемілеп түсіндіру керек. Мұны қаз басқан баланың тұсауын ала жіппен кеседі. Ала жіп деген біздің философиямызда түн мен күнді білдіреді. Өмір деген мағынаны білдіреді. Екінші, өмірде жолы болсын дейді. Екінші, шөппен кеседі. Шөп көк шөпте көп болсын деген мағынаны білдіреді. Тағы бірде бұрынғы заманда, қазір өйтпейді, қойдың ішегімен кесетін болған. Ол бай болсын, тоқ болсын деген мағынаны білдіреді. Солай түсіндіріп барып, содан кейін қазір әдемі дәстүр шықты, ол кейін шықты әрине. Баланың алдына жаңа кітап қояды, домбыра қояды, тағы бір нәрсе, соны қайсысын таңдаса ырым жасайды. Ол мысалы үшін Корей халқында да бар екен, сондай бала нені таңдаса, соны не қылады деген. Сондықтан дәстүрлерді жаңашалау арқылы, жаңағы заманауи ету арқылы, тілді де заманауи ету арқылы, баяғы мысалы үшін көне тілді ол ешкім түсінбейді, бірақ соның баламасы бар ғой. Мысалы үшін біз мынау аспалы шамды люстра дейміз, тоңазғышты тоңазғыш демейміз, холодильник дейміз, кір жуатын машина. Яғни соның бәрінің өзінің атауы бар. Бірақ біз үйреніп кеткенбіз, сол оңай сияқты солай атайды. Бірақ соны өздеріне қойып, егер балаң білмей жатса, тоңазғышқа жазып қойып, менің атым тоңазғыш деп смайл қойып, менің атым кір жуатын машине деп, аспалы шам, жаңағы сондай, мынау жаңағы полка деп жатамыз ғой, полкаға қойысыз. Полка емес, ол сөреде тұр. Яғни сөйтіп қызық баланы қызықтыратындай жаңағы. Мұның есіне мәңгілік. Егер мені тапсаң, сөреде саған сыйлық тұр дегенде, бала сөре деген сөзді есінде қалады. Оның астында сыйлық тұр екен балаға. Міне қызықтыру керек та, және неше түрлі конкурстар өткізу керек. Қазақ тілінде әдемі конкурстар өткізу керек. Университетте сайыстар, дебаттар, бірге отырып шай ішіп, қазақы жерге малдас құрып отырып, мен оны жасаймын. С2 блокта, 2-де киіз үй бар. Сол жерде қазақ стейдж деген клубты білесіңдер ғой? Сол клубтың балалары, оркестрдің балалары, кие деген жаңа клуб бар, жақында бәрінің несі болады. Солардың шақырып, жерде отырып шай ішеміз. Әңгіме дүкен құрамыз, қазақша, ән айтамыз. Мысалы үшін керемет ұлттық әндерді естіп жатса, балалар өшіре салады теледидардан. Естігісі келмейді. Соны түсіндіріп, мысалы үшін, правильно, диапазонды қараңызшы. Балаларым, Димаш көктен түскен жоқ, Димаш жерден шыққан жоқ. Димаш осы ұлы халықтың баласы. Қараңызшы, бір Димаш бүкіл әлемге қазақ тілін, қазақ деген халықты танытты. Бүкіл әлем жаңағы Димаштың әнін қазақша айтып жатыр. Бүкіл әлем. Енді бір адам соны жасап атқанда, Назарбаев университетінде 8.000 студент, оның 7.900 қазақ балалары. Сіздердің қолдарыңызда көп күш бар ғой. Жасауға болады ғой. Болады. Жақсы. Гүлтас ханым, енді бізге берген сұхбатыңызды, ойларыңызды, тәжірибеңізге көп рахмет. Біз сізді шақырғанымызға өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын шақырғандарыңызға. Шақырып тұрыңыздар. Рахмет. Ал енді бұл біздің подкастымыздың соңы. Гүлтас ханымға көп рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет сізге. Сау болыңыздар.